Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті менің YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздермен айранның қалай дұрыс ұйытылуы жайында айтатын боламын. Ол үшін видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен айранымыздың дұрыс ұйытылуы ол сүтке байланысты. Сүтімізді неғұрлым ұзақ қайнататын болсақ, айранымыз соғұрлым қою қаймақ сияқты болады. Шамамен мен 1 сағаттай орташа отқа қойып қайнаттым. Одан кейін барып толық суығаннан кейін қаймағын алдым. Және 1 ас қасық көріп тұрғандарыңыздай айранды құйып, кішкене үстінен сүт құйып, іртігін кетіріп алдым. Міндетті түрде іртігін кетірулеріңіз керек. Айрандарыңыз арасында іртік болып жүрмес үшін. Және одан кейін осылай сүтімізге айранымызды салып, барлығын 5-6 қайтара сапырып шығамыз. Сүтті ұйытатын кезде міндетті түрде газымызға қойып 1 жылытып аламыз. Кішкене саусағымызды батырған кезде қолымыз күймейтіндей болу керек. Жылымшы болғаннан кейін ұйыта бересіздер. Және барлығын осылай ыдыстарымызға бөліп құйып шығып, одан кейін жылы етіп орап қоямыз. Шамамен 5-6 сағаттай осы жылы етіп орап қойған орнынан мүлде жылжытпаймыз. Одан кейін барып орнынан алып, толық міне ұйыған 5-6 сағаттан кейін алып, холодильникке салып, 3-4 сағаттай холодильникте ұстаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, айранымыз холодильникте тұрған, толық ұйыған, қоймалжың, қою, қаймақ сияқты болған. Дәл осы әдіспен сіздерге де ұйытып көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, каналыма пікір қалдырып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта басқа да түрлі мастер-класстардың, видеолардың рецепттерімен сіздермен бөлісіп отырамын.